Естеріңізде болса, қаңтар оқиғасына дейін Назарбаев пен Тоқаевтың арасындағы саяси байланыс, былайша айтқанда, Тоқаев билікте отырғанымен Назарбаев биліктен кетті дегенмен 2019 жылы ол қауіпсіздік кеңесін басқарды және әкім министрлерді жинап алып, жиналыс өткізетінін Тоқаев арада қаншама жылдар уақыт өткеннен кейін ғана ашық түрде халықтың алдына жариялады. Тоқаев ана тіліне берген сұхбаты кезінде Назарбаевтың сол кездері не істеген туралы былай деген еді. Нұрсұлтан Назарбаев ұзақ жыл бойы ел тізгінін ұстаған уақытта кемшіліктер болды, бірақ ештеңе істемеген адам ғана қателеспейді. Ашығын айту керек, ол отставкаға кеткенімен қауіпсіздік кеңесінің төрағасы болып отырған кезде саяси сыпайылықты сақтай бермейтін. Мұны да айта кеткен жөн. Үнемі премьер-министрді, ұлттық банктің төрағасын, министрлерді, әкімдерді шақырып алып, жиналыс өткізетін. Бұған өз азаматтарымызды былай қойғанда шетел басшылары мен дипломаттарды таңдана қарайтын. Назарбаев қызметінен кеткен соң тіпті жоғарылады, енді президент те оған бағынады деген әзіл әңгіме де пайда болды. Ал шын мәнінде бұл әзілдейтін жағдай емес еді. Бұл жағдай қосарланған билік туралы алып қашпа әңгіменің өршуіне әкеп соқты. Шенеуніктер де кабинеттен кабинетке жүгіріп, кімнің тапсырмасын орындайтынын білмей дал болатын. Нұрсұлтан Назарбаевтың 2021 жылға қарашада өткен Астана клуб жиынында 92 жастағы Махатхир Мохаммадты мысалға келтіріп, өзінің Ақордаға қайтып келу мүмкін екенін мәлімдеуін және бұрынғы президенттің сол жылы желтоқсан айында Санкт-Петербург қаласында өткен ТМД елдерінің саммитіне қатысуын нағыз билік дағдарысына әкеп соқтырған негізгі оқиғалар деуге болады. Соның алдында ғана жергілікті бір саясаттанушы оған елбасының алтын дәуірін қалпына келтіру үшін батыл шаралар қабылдау қажеттігін айтып, арандатушылық мазмұндағы хат жолдаған еді. Алайда қазір парасаттылық танытып, Нұрсұлтан Назарбаевтың Қазақстанға сіңірген тарихи еңбегін лайықты бағалау керек. Мен президент ретінде мемлекет мүддесін басшылыққа алуға, ел бірлігін бәрінен биік қоюға міндеттімін деген болатын. Сонда көріп отырған шығарсыздар, Тоқаевтың өзі ағынан жарылып, осынау шындықтарды мойындап отыр. Мен президент болып мына жақта отырсам, ол ана жақта әлі де биліктен кеткені, биліктен кетсе де министрлерді, әкімдерді, басшыларды жинап алып жиналыс өткізетін еді дейді. Яғни саяси сыпайылықты сақтамайды деді. Және Назарбаевтың қателіктігін айта келе, Тоқаевтың өзі айтып отыр, мен мемлекеттің мүддесі үшін дейді. Яғни былайша айтқан мемлекеттің мүддесін бірінші орынға қоюым керек деп отыр. Міне осыдан көп нәрсені аңғаруға болады, себебі 2019 жылы Назарбаев биліктен кетті деп айтқанымызбен қаншама уақыттар бойы министр, әкімдер Назарбаев пен Тоқаевтың арасына жүгіріп жүретін. Кімнің бұйрығын орындаймыз? Назарбаевтың бұйрығын орындаймыз ба? Биліктен кетсе де. Әлі қазіргі кезде билікте отырған Тоқаевтың бұйрығын орындаймыз ба? Кім негізгі басшы, кім, билік кімнің қолында деген сияқты үлкен сұрақтың болғанын, тіпті өз еліміздің азаматтары былай қойғанда, шетелдің азаматтары таңдана қарайды деп Тоқаевтың өзі мойындап отыр бұны. Қазақстандағы қос билік туралы әңгіменің жайдан жай айтылмағанын енді өздеріңіз түсінген шығарсыздар. Өйткені Қазақстанда мына қаңтар оқиғасына дейін Назарбаевтың айналасында қаншама адамдар тайраңдап білгенін істеді. Қаңтар оқиғасынан кейін жағдай өзгерді деп ойлайсыздар ма?